Сәлем достар, бүгін сіздермен жаз айында өте көп мөлшерде пайдалану керек көк шөптермен бөлісемін. Сіздерден подписка и лайк, менен ақпарат. Қай кезең болмасын пайдасы мол, көк шөпсіз бірде-бір тағам әзірленбеген. Жаз мезгілінде көк шөпті мүмкіндігінше көп пайдаланған жөн. Диетолог мамандар әрбір көк шөптің пайдасын дәлелдеп, оның әрқайсысы қалай және қандай кезде пайдалану керектігін анықтаған. Егер 10-15 см көлемінде туралған көк шөпті жатар алдында қайнатылған суға салып таңертең сол сумен жуынса, тері нәрленіп ажарлана түседі. Себебі көк шөп бар қасиетін суға береді екен. Ақжелкен, петрушка құрамында түрлі дәрумендермен қатар калий, кальций, натрий кездеседі екен. Бірақ бүйрек, бауыр, өт жолдары ауруларына шалдыққан жандар күнделікті туралған ақжелкенді суға қайнатып 1,5-2 сағаттан соң ішіп тұруы қажет. Ақжелкен суы іш құрылысын тазартып қана қоймай, түрлі аурулардың алдын алуға жол береді. Балдыркөк немесе иісті желкен сельдерей. Жағымсыз иісті бұл шөптің құрамында А, С, В1, В2 дәрумендері, никотин қышқылы, магний, марганец, йод, фосфор, кальций кездеседі. Иісті желкенді ерте ежелгі Рим және Грекия тұрғындары көп мөлшерде пайдаланған. Гректер иісті желкеннің шеңбер жасап, оны Олимпиада ойындарының жеңімпаздарын бастарына таққан. Ол кездері иісті желкен күш пен мықты денсаулықтың нышаны болып саналған. Иісті желкен ағзаға физикалық күш беріп қана қоймай, ағзадағы зиянды қалдықтарды шығаруға ықпал етеді. Асқазан, өт жолдары, бүйрек, бауыр, жыныстық аурулардың алдын алады. Иісті желкенді суға қайнатып ішуге, тамаққа қосып пайдалануға болады. Қымыздық, шавель. Қышқылды шөптің құрамында С дәрумені, каротин, темірі бар. Асқазан, бүйрек, өт жолдарының жұмысын жақсартады. Қымыздықты асқазанда жарасы және бүйректе тасы бар жандар көп мөлшерде пайдаланбағаны абзал. Көк шөпті таңдаған кезде оның жапырақтары мен түбіріне назар аударыңыз. Жапырақтары сарғайып, түбірі құрғап кетсе, көк шөпті кесілгеніне біраз уақыт болғанын білдіреді. Сондай-ақ көк шөпті күн астында болмауы тиіс. Ол ылғалды салқын ортада сақталады. Егер де көк шөпті қыс мезгіліне сақтаймын десеңіз, сарғайған және солып қалған жапырақтарын жұлып, салқын суға жуып, кепкен соң оны майдалап турап, әйнекті шараға салып, тоңазытқышқа салып тастаңыз. Сіздермен ақпарат бөліскен адам ән тағам. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.